Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын медовик жасайтын боламыз. Толық рецептін көру үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер рецептерім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Құмшекер салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Тағы да бір құрғақ ыдысымызды газға қойып, 4 ас қасық бал саламыз дағын. Араластырып, ерігеннен кейін 1 шай қасықты ас содасын салып араластырамыз. Қоңыр түске енгеннен кейін 200-300 грамм сары майды салып ертіп аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Бірінші ыдысымыздағы массамызды екінші ыдысымызға араластыра отырып құятын боламыз. Және де 4-5 ас қасықта айран салып, жақсылап араластырып, разрыхитель ұн сала отырып, аздап ванилин қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Көп салып жібермейміз. Аз-аздан сала отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыңызға қатты ұнайды. Егер рецептерім ұнап жатса, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай дайын. Енді бөлікке бөліп аламыз. Мен 7 бөлікке бөліп алдым. Осылай домалақ етіп, барлығын реттеп қоятын боламыз. Және де бетін жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді кремін дайындап алатын боламыз. 1 кесе құмшекерімізге ванилин салып, 3 ас қасықта ұн салып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, сүтімізді құямыз. 2 кесе сүт құйдым. Торттарыңыздың, корждарыңыздың көп аздығына байланысты құя отырасыздар. Сүтті 1 литр құйсаңыздар да болады. Крем қанша көп болса, сонша жақсы әрі жұмсақ болып шығады медовиктеріңіз. Осылай араластыра отырып, қайнағанша күтеміз. Түбіне алып қалмау керек. Газды бәсеңдетіп қоямыз. Көріп тұрсыздар. 1-2 қайнағаннан кейін қоюланады. Сол кезде өшіріп, салқын жерге алып қоятын боламыз. Енді корждарымызды жайып аламыз. Листіміздің астыны майлап, пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Мен пергамент жоқ болғандықтан листімізді майлап, қолымда аздап майлап, қолымның көмегімен жайып шықтым. Шаншқының көмегімен тесіктер істейсіздер. Сол кезде корждарыңыз біркелкі болып піседі. Барлығын осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Корждарымыз пісті. Енді шеттерін кесіп аламыз, біркелкі етіп. Креміміздің енді сармайыны жақсылап араластырамыз. Ақ түске енгенше бағана дайындап қойған массамызды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Корждарымызды кесіп алдық. Енді пропитка жасаймыз сүтпен. Жұмсақ шығу үшін кремімізді сүртіп,
Корждарымызды бірін кетін видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз. Шеттерінен шыққан корждарды мен майдалап, ұсақтап бетіне септім. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, фантазияларыңызға байланысты сәндесеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай коржымыз барлығын орналастырып болдық. Енді үстіне сеуіп шықтым осылай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, шаймен ішкенге өте дәмді. Балдарыңызды сүйіп жейді. Бір отырғанда тауысып қояды. Отбасыңызды қуантыңыздар. Егер рецептерім ұнап жатса, маған тіркеліп кетіңіздер. Және комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Тортымызды енді холодильникке салып қоятын боламыз. Бір күнге. Кешке істесеңіздер, таңертең жеуге уже болады, жұмсақ болады. Қанша көп тұрса, сонша жақсы жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын. Арнамдан алыстамаңыздар.